сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мраморный печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ заттарды ситодан өткізіп аламыз. Какао, ұн және разрыхлительді осылай өткізіп аламыз. Содан кейін бөлме температурасында жұмсақ майды қосып, үгітіп, құм секілді қоспа дайындайтын боламыз. Қоспамыз дайын болғасын 2 жұмыртқаны қосып, осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осындай қамыр дайын болды. Содан кейін қолымызбен кішкене бөліктен алып, қолымызбен шариктер жасайтын боламыз. Шариктерді жасап болғаннан кейін сахарный пудраға осылай батырып алатын боламыз. Дайын болған шариктерді 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Және де осындай өте әдемі, дәмді печеньелер дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.